Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін теріні ағартып, сергітіп және жеңіл ылғалдандыратын қалыпты және майлы теріге арналған маска жасаймыз. Ол үшін бір орташа бума ақ желкен және бір қияр керек. Ақ желкенді және қиярды майда бөліктерге бөлеміз. Достар, видеоны қай қаладан көріп жатқандарыңызды жаза кетіңіздер. Және каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Бөлінген ақ желкенді, қиярды блендер ыдысына салып, үстіне 100 мг су құйып, езіп аламыз. Ақ желкен теріні ағартады, дақтарды азайтады, С дәруменіне бай, ал қияр теріні ылғалдандырып сергітеді, қабынуды басады. Достар, видео рецепт ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір жазыңыздар. Және видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңадан шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Езілген қоспаны елек арқылы сүзіп аламыз. Дайын болған маска негізін ыдысқа құямыз. Бізге жүгері крахмалы керек. Қоспаға біраз қасық жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Жүгері крахмалы теріні жұмсартады. Теріге жеңіл тарту, лифтинг әсерін береді. Және бет терісіндегі майлылықты реттейді. Маска негізін баяу отқа қойып, үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Дайын болған маска негізін оттан алып, бөлме температурасында суытып, ыдысқа құйып аламыз. Бұл кремді маска теріні ағартады, жеңіл әжімдерді азайтуға көмектеседі, қызаруды, қабынуды басады және теріңізді тазалап, балғын етіп жарқыратады. Масканың әсерін күшейту үшін бір шай қасық жүзім майын қосып, барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Бұл масканы аптасына 2-3 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Соңынан өзіңіздің ылғалдандырғыш креміңізді жағасыз. Кремді масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Кез келген масканы қолданар алдында білегіңізге жағып 10-20 минутқа сынап көріңіз. Видео рецепті көргеніңізге рахмет. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.